Сәлематсыңдар ма, оқушылар? 2 желтоқсан диктантымыздың тақырыбы отаным. Алдымен мәтінді мұқият тыңдайық. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Қазақстанның жері өте кең. Жерінде тауда, жазықта, ойпатта кездеседі. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Қазақстанның жер қойнауы қазбаларға бай. Республикамызда астық көп өндіріледі. Мал шаруашылығы да жақсы өркендеген. Сәулетті қалалар да көп. Астана қаласы Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астана үлкен, көрікті қала. Бұл бейбітшілік және достықтың қаласы. Астана жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Оқушылар, диктантты жазу кезінде осы қиын сөздерді қарап жазып алсаңдар болады. Республикасы, Қазақстанның, қойнауы, өндіріледі. Ал ендеше диктантымызды бастайық. 2 желтоқсан диктант отаным. Азат жолдан. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Менің отаным Қазақстан Республикасы. Қазақстанның жері өте кең. Қазақстанның жері өте кең. Жерінде тауда, жазықта, ойпатта кездеседі. Жерінде тауда, жазықта, ойпатта кездеседі. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Үлкен-үлкен көлдер, өзендер бар. Қазақстанның жер қойнауы қазбаларға бай. Қазақстанның жер қойнауы қазбаларға бай. Республикамызда астық көп өндіріледі. Республикамызда астық көп өндіріледі. Мал шаруашылығы да жақсы өркендеген. Мал шаруашылығы да
жақсы, өркендеген, сәулетті қалалар да көп, сәулетті, қалаларда, көп. Енді азат жолдан. Астана қаласы Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астана қаласы Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астана үлкен, көрікті қала. Астана үлкен, көрікті қала. Бұл бейбітшілік және достықтың қаласы. Бұл бейбітшілік және достықтың қаласы. Астана жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Астана жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Енді оқушылар диктантты жазып болғаннан кейін бір жол тастап, азат жолдан 2 тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма көп, жақсы, кең, үлкен. Осы сөздерге қарама-қарсы сөздерін тауып жазасыңдар. Екінші тапсырма зат есімдерді теріп жазыңдар. Бірінші тапсырмаға мысал. Қарама-қарсы сөздер. Мысалы, жарық, қарама-қарсы сөз, қараңғы. Күн, оған қарама-қарсы сөз, түн. Осылай сияқты бірінші тапсырмада көп, жақсы, кең, үлкен деген осы 4 сөзге қарама-қарсы сөздерін тауып жазасыңдар. Екінші, зат есімдер теріп жаз деген, яғни кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді үтір арқылы жазып, теріп жазамыз.